мен кітап оқуды көп айтам. Біз бүгінгі дүниемен емес, алдағы 200 жылда, алдағы 100 жылда бізге не нәрсе өзекті болады. Біз ешқандай ғылыми жаңалық аша алмаймыз, егер біз қазір балаларымыз кітап оқымаса. Мысалы, осыдан 2 апта бұрын Пирлс 2021 нәтижесі жарық көрді. Бұл бастауыш сыныптағы балалардың кітап оқу мәдениеті мен сауаттылығы. Бұл 5 жылда бір рет көрсетілетін зерттеу, халықаралық зерттеу. 2016 жылмен салыстырғанда біз 18%-ға төмендеппіз. Бала кітапты оқимын деген баланың көрсеткіші 18%-ға төмен деген. Неге төмендеп кетті деп ойлайсыз? Өйткені бізде кітап оқу, кітапты насихаттау, тіпті мектепте көркем әдебиет жоқ деп мемлекет басшысының өзі айтты ғой. Болды, соның көркем әдебиетті біз алмаймыз. Көркем әдебиетті алуға бізде талай заңмен тосқауылдар өте көп. Бұрынғыдай көркем әдебиет мектепке бармайды. Мектепке бармағаннан кейін ол қолжетімсіз. Қазір кітаптардың мектептің кітапханасын алып қарайтын болсаңыз, ол жерде тек қана оқулықтар немесе басқа бір кезеңнің кітаптары. Және сіз мысалы, мен енді балама Сайын Мұратбековті оқытқызып көрдім, Жусанның есіммен Жабай алманы. Ол мүлдем басқа кезең ғой. Дихан, комбайн, коммунизм. Жеті оқитын бала кеп сұрайды: мама, дихандер деген кімде? Диханшылар. Коммунизм деген кім? Жаңағыдай соғысқа аттанып бара жатқан нәрселер. Яғни бізге қазіргі кезеңнің ғылыми фантастикасы, детектив, сондай жанрларда жазушылар одағы қазір біріктіріп, балалардың әдебиетін дамыту қажет деген ойдамыз. Біз енді келешекте мысалы кітапханасын дамытайын деп жатырмыз. Тәулік бойы жұмыс істейтін кітапхана керек дегенді айтты. Сол кітапханаларда қандай әдебиетпен нақты толтыруымыз керек сонда? Мысалы, қараңыз, Финляндияда 2018 жылы мемлекетінің 100 жылдық тәуелсіздігіне арнап, олар не істеді? Олар орталық кітапхана ашты. Және ол кітапханада робототехника, тігетін машинасы, тоқыма өнері бәрі бар. Ол жерге кез келген азамат барады, өзінің жақсы көретін кәсібімен айналысып отырып, барып кітапты көреді. Яғни кітапты соған әуестендірудің бір жолы ретінде қарастырды. Финляндияның орташа бір азаматы айына 16 кітап оқиды. Яғни кітапханадан кітапты алу мәдениеті солай. Бірақ енді олар да қиындық көрді, оларда да талай қиыншылық болды, олар экономикасын дұрыстады, бірақ олар ең негізгі ұлтты қалыптастырудың факторы деп мектептегі білім беру бағдарламасын, кітап оқуды осыны 3 негізге қойды. Олардың заңы сол: кітап оқу қажет, мектеп негізгі орталық, түске дейін мектеп, түстен кейін муниципалитеттің мәдениет орталығы. Бізге осында үлгіні тағы да қарастырған жөн деп ойлаймын. Рахмет. Вы знаете, вот эти